Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Сәлімбай Гүлнұр. Бүгін бізде сұхбатқа қонаққа келген қонағымыз Сәкен мырза, қош келдіңіз. Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Саламатсыздар, қош келдік. Менің есімім Анартаев Сәкен Мұрасұлы. Мен 7-ші қалалық ауруханада дәл қазір интервенциялық хирургия бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарамын. Болды. Жай ғана Сәкен мырза деңізші. Жалпы интервенциялық хирургияны не себеп таңдадыңыз? Негізінен мен университетті бітіргенге дейін интервенциялық хирургия деген сала бар екенін шынымды айтсам білген жоқпын. Мен университеттен кейін ұлттық хирургия орталығы, Сызғанов атындағы ұлттық хирургия орталығына кардиохирургия мамандығына резидентураға түскен болатын. Сол жерде бізді енді 3-4 топқа бөліп, негізі бізді интервенциялық хирургия бөліміне енді 3-4 айға жіберген болатын. Сол жерде алғаш рет интервенциялық операциялардың қалай жасалатынын, қандай маңызы бар екенін, және бұл саланың болашағы бар екеніне көзім жеткеннен кейін сол мамандықта қалып кеттім. Интервенциялық хирургия мен дәстүрлік хирургияның айырмашылығы неде? Интервенциялық хирургия дегеніміз ол тамыр арқылы жаңағы адамның денесін кеспей, тамыр арқылы барып жасалатын оталар. Ал дәстүрлі хирургия ол жаңағы үлкен тілік арқылы кесіліп жасалатын операция. Айырмашылығы осы. Бұл біздің операциялар мини-инвазивный операция деп есептелінеді. Өйткені травма жаңағы кесілмегеннен кейін ағзаға травма аз болады. Сол себепті ағзаның қайта қалпына келу жаңағы уақыты тезірек болады. Сонда кеспейсіздер, сіздер тесесіздер ме? Иә. Біз жаңағы қан тамырдың үстін жаңағы бірінші жансыздандырып, сосын барып инемен тесіп, сол инеге арнайы жасалған жаңағы жүргізгіш дейміз, проводник, соны енгізіп, сол арқылы біз керекті катетерді орнатамыз. Сол катетер арқылы уже тамырдың, кез келген тамырға барып жетіп, сол жердегі керекті отамызды, операциямызды жасаймыз. Керемет. Интервенциялық хирургияның ең жаңа технологияларымен осы сол уақытта қандай жаңалықтармен бөлісе аласыз? Қазіргі таңда интервенциялық хирургия өте кең әлем бойынша тараған мамандықтардың бірі болып келе жатыр. Сонымен қатар өте қарқынды түрде дамып келе жатыр. Қазіргі көптеген бұрын ашық жасалатын операциялардың түрлері қазір осы интервенциялық хирургия арқылы жабық түрде, тамыр арқылы жаңағы мини-инвазивті түрде жасалып жатыр. Оның бірден бір операциялардың түрлері ол жаңағы қолқа жаңағы аортальный клапан, қолқа жармасы дейді, соған клапан орнату, митральный клапан, 2 жармалы клапанға жаңағы пластика жасау операциялары. Сонымен қоса қолқа артериясын қайта қалпына келтіру мақсатында орнатылатын стенграфт деген жаңағы түтікшелер қолданылады. Солардың дәл қазір осы интервенциялық хирургия әлемдегі ең қарқынды, медицинаның ішіндегі ең қарқынды дамып жатқан салалардың бірі болып табылады. Керемет. Ал сіз осы интервенциялық хирургияны қай жағдайларда қолданасыз? Енді біздің жағдайымызда интервенциялық хирургия жиі қолданылады. Өйткені біздің 7-ші қалалық ауруханада жаңағы ашық хирургиялық түрде жасалатын ота жасайтын бөлім жоқ, кардиохирургия жоқ. Сол себепті біздің
жаңағы жабық түрде жаңағы мини-инвазивті операцияларымыздың саны көбірек. Әрине жаңағы жедел түрде түскен инфарктпен түскен науқастарға біз жедел түрде көмек көрсетуіміз керек. Сол себепті жабылған, тарылған тамырларды жаңағы тез қалпына келтіру мақсатында интервенциялық хирургия, интервенционный кардиологиядағы стенд қою операциялары бізде жиі қолданылады. Бізде пайызбен айтқан кезде где-то 10% ашық операциялар ұсынылады. Тек қана 10%, иә? Енді басқа ауруханаларда көп шығар, может, өйткені оларда ашық жаңағы өздерінің мекемелерінде кардиохирургтар болса, біздің де может мүмкін жаңағы ашық операцияларға ұсыну саны көбейер еді. Ал дәл қазір бізде ашық операция жасайтын мамандар болмағандықтан көп жағдайда біз осы біздің жаңағы жабық түрде жасалатын операциялар қолданылады. Мысалы, мен дұрыс түсіну үшін сұрап өтейінші. Сонда жүрекке мысалы операция жасайтын болсақ, мүмкіндігінше егер мамандар бар болатын болса, ашық операция жасаған дұрыс па? Енді ол сұраққа келетін болсақ, әрине кей жағдайларда ашық операция жасайтын кездерде ұсынылған дұрыс болатын кездерде болады. Бірақ енді мынау операция дұрыс, мынау жақсы деп оны айту қиын. Өйткені оған өзіне жаңағы тән өзінің шкалалары бар, есептелетін. Синтакс скор деген. Соны есептей отырып, ашық операция дұрыс па, жабық түрде жасалған дұрыс па, соның барлығы сол шкала арқылы шешіледі. Шешіледі, одан кейін қай операция жасаған дұрыс болса, соны жасайсыздар, иә? Иә. Енді көп жағдайларда ашық операциядан, кей жағдайларда ашық операциядан науқастарымыз бас тартып жатады. Ол бір. Сосын науқастың жасы. Егде жастағы адамдар ол операцияны көтере алмайтынына көз жеткеннен кейін біздің жабық түрде жасалатын операцияларға жүгінуге мүдделі. Сол операцияға жаңағы жасап беруін өтінішпен келетіндер бар арасында. Себебі интервенциялық хирургиямен жасалған операция ол жазылуы тез болады және де жеңіл өтетін операция, ашыққа қарағанда. Ашыққа қарағанда. Мен 3 айдай оңтүстік Корея елінде тәжірибемді жетілдіруге 2015 жылы барған болатын. Сол жерде жаңағы жүректің қан тамырларына ашық операциялар мен болған клиникада мүлдем болмайтын. Өйткені біріншіден халықтың өзі жаңағы менталитет дейді ғой. Сол жаңа халықтың ашық операцияға кеудесін кесуге сол кескенді дұрыс көрмейді. Біріншіден. Екіншіден, интервенциялық хирургия жаңағы өте жақсы дамыған, кез келген тамырды, енді 99% тамырды жабық түрде ашылатын деңгейге жеткен. Сол себепті оларда қазіргі біздің клиника сияқты барлық пациенттерге именно жаңағы жүректің қан тамырына жабық түрде жасалады операциялар. Келесі сұрағымыз, науқастарды операцияға дайындау кезеңі қалай жүзеге асады және операциядан кейін науқастың дұрыс күтімі қалай болуы керек? Енді науқастарды операцияға дайындау процесі үрдісі бізде науқас алғаш рет келгеннен басталады. Өйткені бірінші кезекте науқасты моральдық тұрғыдан жаңағы операцияға дайындау. Моральный подготовка дейді. Ол дегеніміз жаңағы науқастың психологиясын дайындау.
өйткені ол операцияның қалай жасалатынын, қандай асқынулар болуы мүмкін, асқынулардың қаншалықты қанша пайызға келетінін, оның барлығын бірінші кеңес алуға келген кезде науқастың барлығына түсіндірілеміз. Екінші, ол жаңағы мен ол жоспарлы келетін науқастар жайында айтып отырмын. Науқас уже порталмен келіп жатқан кезде ол науқаспен тағы да сөйлесеміз, тағы да түсіндіріледі. Сұрақтар болса сұрақтарын ол уақытқа дейін науқастың өзі де интернеттен бәрін оқып, сұрақтарын кейбір науқастар жазып алып келеді. Сол сұрақтарына жауап бергеннен кейін жаңағы науқас енді өзі дайынмын деп шешкен кезде ғана біз операцияға аламыз. Егер науқас дайын болмаса, ол қорқып тұрса, ондай науқастарды операцияға отаға алғаннан пайдадан гөрі зияны көп. Өйткені ол қорқыныштың есебінен түрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Психологиялық тұрғыдан дайындайсыздар ма сіздер? Психологиялық тұрғыдан сол жаңағы біз сөйлесеміз науқаспен. Ол операцияның жаңағы қаншалықты маңызды екенін, ол операция жасалмаса неге алып келуі мүмкін. Сосын сонымен қатар қаншалықты біздің көрсеткішімізді, қанша науқасқа жасалып жатқанын, соның барлығын түсіндіріп айтқаннан кейін науқас өзінің ішінде бір жаңағы жылу пайда болып, сенім пайда болып, содан кейін жаңағы келіседі. Келіскеннен кейін жаңағы науқасты уже операцияға аламыз. Оған операцияға дайындық және тек қана ол моральды тұрғыда емес, біз дәрі-дәрмек беріп, жаңағы ашқан тамырларымыз қайтып жабылып қалмас үшін антикоагулянттар, антиагреганттар беріп, қанды сұйылтатын дәрілерді беріп, сосын жаңағы кіретін пункция жасайтын аймақты жаңағы тазалап, өңдеп, сосын барып уже ота жасауға науқас беріледі. Кірісесіздер, иә? Кірісеміз. Операциядан кейін үй жағдайындағы күтім қалай болған жөн? Ол енді үй жағдайындағы күтім біздің интервенциялық хирургияда жаңағы қайта қалпына келу уақыты жаңағы қысқа дедік қой. Сол себепті жаңағы пункция жасап, тесіп кірген жерді 1-2 апта жаңағы су тигізбеу, жумау, жаңағы ол жерлерді өңдеп жүру, жаңағы спиртпен, болмаса зеленкамен. Сонымен қатар жаңағы науқастарда егер әр науқасқа әртүрлі. Кейбір науқастарда енді жүрегінің жағдайына қарай физикалық күштеменің деңгейін анықтаймыз. Егер толық қан тамырын қалпына келтіретін болсақ, ол науқастарға сіз 2 айдан кейін, 3 айдан кейін физикалық жүктеме салып, жаңағы спортпен айналысуына рұқсат береміз. Сонымен қатар біздің операциядан кейін міндетті түрде қанды сұйылтатын дәрілерді үзбей 1 жыл ішінде ішіп жүру керек. Сол жаңағы сұрақты, сол жаңағы рекомендацияны кейбір науқастар жаңағы қадағаламай қайтып жаңағы қойған стентіміз жабылып, қайталамалы инфарктпен бізге ауыр жағдайда түсіп жататын жағдайлар бар. Сол себепті әрбір науқасқа ол дәрілердің қаншалықты маңызды екенін түсіндіріледі. Сонымен қатар жаңағы выписка дейміз ғой, шығарған кездегі шығару қағазына ол дәрілердің қаншалықты маңызды екені жазылады. Сізге келетін науқастардың басым көпшілігі қандай мәселемен келеді? Маған келетін науқастардың көпшілігі қандай мәселе? Енді жүрегі ауырып келеді. Сол жүрегі ауырып келгеннен кейін сол науқастардың жағдайын жақсартуға
біздің интервенциялық хирургия дегеніміз негізі бүкіл ағзаның қан тамырына жасалатын операциялар. Кейбір науқастар енді біздің саламыз тек қана кардиология ғана емес, біздің бөлімшенің. Онымен қоса жүректің ырғағының бұзылысы, сонымен қоса жаңағы аяқтың қан тамырларының бітелуі, болмаса жаңағы басқа да ісіктердің пайда болуы, қуық-асты ісігі, жаңағы көк тамырлардың кеңеюі, сондай сұрақтармен келеді. Енді бізде мемлекетіміздің жаңағы соңғы кездегі проблемалары порталды беру, жаңағы уақыттың ұзақ болуы, сол сұрақтар мазалап көбінесе бізге хабарласып жатады. Енді қолдан келгенше ол сұрақты енді біздің әкімшілікпен ақылдасып отырып шешуге тырысамыз. Жүрек ауруы деп жатсыз, инфаркт, миокард айтып жатсыз ғой, иә? Сол инфаркт, миокардтың пайда болуының басты негізгі себептері қандай? Енді инфаркт, миокардының ең алғашқы себептерінің бірі ол біріншіден генетикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, тұқым қуалаушылық жаңағы бейімділігі. Ол дегеніміз атасынан баласына, анасынан баласына жаңағы берілуі. Ол бір себеп. Екіншіден, біздің елімізде неге бұл инфаркт миокардының саны төмендемейді? Өйткені біздің жаңағы менталитетіміз бойынша, біздің ата-бабамыздың ұстанған салт дәстүрі бойынша, жаңағы біздің жейтініміз майлы тамақ, оның ішіндегі бешбармақ, жал, жая, қарта, өзіңіз білесіз. Сол жаңағы тамақтағы рационға байланысты жаңағы ағзадағы майдың жиналуы, оның жаңағы аз қозғалу, қазағымыз енді шамалы шын айтқан кезде жалқаулау ғой, көп жүруге шамалы ерінеді. Соның барлығы сол себептерге алып келуі мүмкін. Осы жақында ғана бізде бір мастер-класс дейді ғой, сондай шеберлік сабағы болды. Оған бізде Австрия елінен, Вена қаласынан бір маманымыз келді. Осы созылмалы жабылып қалған тамырларды қайта қалпына келтіру операциясы бойынша шеберлік жүргізді. Сол кездегі біздің сөйлескен, талқылаған әңгімеміз осы жаңағы себептің барлығы неден. Енді сол кезде сұрайды қасымыздағы маманнан, сіздің жасыңыз қаншада? 38-де. Сіз осы уақытқа дейін жаңағы ағзаңыздағы холестерин, триглицерид, липопротеид, высокий плотность, низкий плотность деген жаңағы анализдер бар. Солардың бәрін тексеріп көрдіңіз ба? Енді ол жердегінің көбісі шын айтқанда ол анализді тексеріп көрмеген. Оның айтуы бойынша, ол маманның айтуы бойынша 30-дан кейін сонымен айналысу керек дейді. Өйткені 30-дан кейін ағзадағы зат алмасу процесі уже тежеле бастайды. Біздің жаңағы майлы тамақты жеуіміз одан күшейе бастайды. Сол себепті жаңағы сондай жағдайларға біз өте көңіл бөлетін болсақ, назар аударатын болсақ, соның алдын алатын болсақ, менің ойымша біздің қан тамырларымыздың жабылуы азаяр еді. Инфаркт миокардының саны азаяр еді, менің ойымша.
Сонда тамақтану мен спорт болып тұр, ең басты. Тамақтану мен қимыл қозғалыс. Инфаркттың алдын алу үшін қандай шаралар бәрін айтып өттіңіз ғой қазір. Алдын алу үшін сол жаңағы холестерин деңгейін, триглицерид деңгейін тексеріп, индекс масса тела дейді ғой, жаңағы артық салмақтың болмауы. Әр адамның жаңағы бойының ұзындығы мен салмағының сәйкес келуі. Сол жаңағы индекс масса теланы сақтап отыратын болсақ, соның өзі инфаркттың түрлі, ол тек қана инфаркт емес, ол артериялық қан қысымының алдын алады, ол сахарный диабеттің алдын алады, ол буындардың бұзылуының алдын алады. Артық салмақ болғаннан кейін оның барлығы бүйректің жетіспеушілігінің алдын алады. Сол себепті осы жаңағы артық салмақпен күресетін болсақ, майлы тамақты азайтатын болсақ, холестерин деңгейін кемінде жылына 2 рет қадағалап жүретін болсақ, менің ойымша өте үлкен жетістіктерге жетер едік. Неліктен диабет, гипертония және холестерин деңгейінің жоғарылауы инфаркт миокардының дамуына алып келеді? Енді артериальная гипертензия дейді. Артериялық гипертензияның негізгі себебі ол жаңағы қан қысымының жоғарылауының арқасында қан тамырдың ішіндегі эпителий қабатының бұзылысына алып келеді. Сол себепті ол жаңағы қабат бұзылғаннан кейін ол жердегі атеросклероздың дамуы жылдамдайды. Соның арқасында қан тамырдың стенкасы қатаяды. Соның арқасында жаңағы тамырдың тарылуына алып келеді. Ол қан тамырдың стенкасына жаңағы атеросклероз жиналудың арқасында бір күні қан қысымы қатты жоғарылаған кезде ол бляшка жарылып, жыртылып, ол жерге тромбтардың түзілуіне алып келіп, жаңағы тамырдың жабылуына. Демек, жаңағы жүректің қан тамыры жабылған кезде оны сол жағдайды инфаркт миокард деп атаймыз. Ол дегеніміз жүректің бұлшық етіне қанның бармауы, болмаса баруының төмендеуі. Сондай жағдайларға осы артериялық гипертензия бірден бір себептердің бірі болып табылады. Сол себепті оның жаңағы артериялық гипертензияның алдын алу шаралары бірінші кезекте артық салмақ, қайтып соған ораламыз. Екіншіден жаңағы тұзды тамақты азайту, және де ағзадағы түрлі жаңағы өзгерістер болуы мүмкін. Ол бүйректен, ол жаңағы басқа да ағзалардың зақымдалуынан да болуы мүмкін. Сол себепті қалқанша безін тексеру керек деген сияқты. Соның барлығын тексерістен өтіп, артериялық қан қысымы егер қойылса, ол диагноз, ол артериялық қан қысымын нормада ұстау өте маңызды болып табылады. Кейбір науқастармен жаңағы кеңес жүргізіп отқан кезде менің қан қысымым ол жаңағы үйреніп қалған қан қысымы 160 деп айтады да. Жаңағы ол үшін, ол ағза үшін оның ойынша норма деп есептейді. Ол түсінік негізі дұрыс емес. Нормада қан қысымы 120-да 80. Рұқсат етілетін жоғарғы көрсеткіш ол 139-да жоғары 140 болса, ол дегеніміз қан қысымның бірінші сатысы. Первая стадия артериальной гипертензии.
Енді жаңа айтып өттіңіз. Сахарный диабет дедік, иә. Сахарный диабет дегеніміз ол жаңағы өте менің ойымша әлемдік жаңағы кең тараған аурулардың бірі, қазір өте көбейіп келе жатыр. Ол көбеюдің себебінде ол егер байқасаңыз, дамыған елдердің көбісінде сахарный диабетпен ауыратындар көп. Сол себепті әл-ауқаты жақсарған сайын жаңағы тамақты жақсы жеген сайын ол сахарный диабеттің болу қаупі де менің ойымша жоғарылайды. Сол үшін жаңағы ауырғың келмесе аузың тие дейді ғой қазақта. Сол үшін жаңағы тамақты да өз мөлшерімен жеп жүрген дұрыс болады. Сахарный диабет ол қан тамырлардың ішіндегі жаңағы атеросклероздың, майдың, холестериннің жоғарылауына, зат алмасуының бұзылысы, жалпы ағзадағы зат алмасуының бұзылысына алып келеді. Сол себепті біздің тәжірибеде қант диабетімен ауыратын науқастардың тамырын жаңағы рентгенография, коронарография жасап көрген кезде оны да жаңағы бір көргеннен уже айтуға болады. Мынау науқаста сахарный диабет бар ма деп сұрасаң, 80%-ында сахарный диабет болып шығады. Өйткені ол өте ұсақ тамырларды зақымдауға жиі септігін тигізеді. Сол сахарный диабеттің арқасында бүкіл ағзадағы қан тамырлардың тарылуына алып келеді. Тек қана жүректің ғана емес, ол миға баратын тамырлар, бүйректің тамырлары, нефропатия, исходе сахарного диабета деп айтады. Сол себепті сахарный диабеттің инфаркт миокардын алып келуге рөлі өте жоғары. Жаңағы қант диабетінің деңгейін, қанттың деңгейін 8-ден 7-ден асырмаған дұрыс. Оны кәдімгідей тексерістен өтіп анықтауға болады. Иә, ол сахарный диабетін қою үшін міндетті түрде эндокринологтың тексерісі, консультациясы керек. Арнайы дәрігер бар ма? Арнайы эндокринологтың тексерісі керек, консультациясы керек. Гликозированный гемоглобин деген анализдер бар, тағы да басқа анализдер бар. Сол анализдерді тапсырғаннан кейін сахарный диабетке күдік или сахарный диабет бар жоқтығын толық анықтап бере алады. Келесі сұрақ. Темекі мен ішімдік қан қысымына қаншалықты әсер етеді? Темекі дегеніміз, шылым дегеніміз ол енді қан қысымына әсері өте күшті. Оның жаңағы құрамындағы заттар, никотин, смола, тағы басқа заттар қан тамырдың тарылуына, зат алмасудың бұзылысына, онымен қоса өкпедегі өзгерістерге алып келеді. Менің жеке тәжірибемде темекі шегетіндердің көбісінде созылмалы бронхит ауруы болады. 100% деп айтуға болады. Сол себепті жаңағы тыныс алудың дұрыс болмауының әсерінен, қанға оттегінің дұрыс түспеуінен, жаңағы ағзадағы түрлі өзгерістерге ұшырайды. Сол себепті шылымның қан қысымының көтерілуіне себебі өте үлкен.
Науқастарға қан қысымды, жаңа қант деңгейін бақылау қаншалықты маңызды? Науқастарға қан қысымын мен жаңағы айтқан кезде айтып кеттім. Қан қысымын жаңағы қан деңгейін қадағалау өте маңызды, өйткені ол бүкіл ағзадағы қан тамырлардың тарылуына, қан тамырлардың ішіне жаңағы майдың жиналуына алып келуі мүмкін. Сол себепті егер қант диабеті деген диагноз қойылатын болса, ол диабеттен қантты деңгейін түсіретін дәрілерді үнемі үзбей ішіп жүру өте маңызды. Оны ішпеген күнде 4-5 жылдың ішінде инфаркт болу себебі, инфаркт миокарда болу себебі, инсульт болу себебі өте жоғары. Сол себепті бұл жаңағы қант диабетімен ойнауға болмайды. Инфаркттың алғашқы белгілері қандай, және алғашқы белгілері болған кезде адам өз-өзіне қалай көмектесу керек? Инфаркт миокарда. Инфаркт дегеніміз негізі ол жалпы ұғым. Инфаркт миокард болуы мүмкін. Инфаркт головного мозга, полушарный инфаркт головного мозга дейді. Инфаркт кишечника. Сол себепті инфаркт миокард деп айтқан дұрыс, егер жүректің инфаркты болса. Инфаркт миокардға алып келетін болып жатқан кезде науқас сезінетін клиникалық көріністер, ол жаңағы кеуде тұсының қызып күйдіріп ауырсынуы. Именно кеуде тұсы ауырған кезде жақ астына беріледі. Сонымен қоса, енді инфаркттың қай аймақта болып жатқаны, жүректің сол жақ қарыншаның қай жақ бөлігінде болып жатқанына байланысты. Ауырсынулар әртүрлі болады. Кей жағдайларда жаңағы жүректің төменгі жағында болса, асқазан ауырған секілді болып та келуі мүмкін. Кей жағдайларда ағзаның жауырын асты, сол жақ жауырын асты ауырады дейді. Ол ауырсыну сол қолға берілуі мүмкін. Сонымен қоса жаңағы жүректің айнуы болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда мен өзімнің тәжірибемде кездестіргенім, именно мынау шынашақ саусағы бар ғой, сол саусақтың ауырсынуы да жиі болады. Ол жаңағы жүйке жүйелеріне байланысты әртүрлі клиникамен келеді. Сонымен қоса тыныстың тарылуы, ентігу, ауаның жетіспеушілігі, енді ауыр жағдайларға өтіп жатқан кезде инфаркт, давлениенің төмендеуі, бастапқы кезде давлениенің жоғарылауы, сол жағдайлар болады. Кейбір науқастар жаңағы кенеттен естен тануы мүмкін. Ол жағдайларда да инфаркт миокард болып жатқанға күдіктену керек. Қандай алғашқы көмек? Ондай науқастарда жаңағы ауа жетпейді дедік қой. Ең бірінші жаңағы науқасты өзіне ыңғайлы қалыпқа орналастыру. Ол шалқасынан жатқызып қою міндетті емес. Ондай науқастарды шалқасына жатқызып қойсаңыз, одан бетер тынысы тарылып, ол да жағдайын нашарлатуы мүмкін. Сол себепті оны отырғызғысы келсе, отырғызып, кеудесіндегі қысып тұрған киімдерін ағытып, оған таза ауаны беруге қамтамасыз ету керек. Ол дегеніміз терезені ашып, бөлмені желдетіп, сосын ондай науқастарды физикалық жүктемені салуға болмайды. Физикалық жүктеме дегеніміз жүруге, қозғалуға, лестницамен, этажбен көтерілуге мүлдем болмайды. Өйткені ол физикалық жүктеме жүректің өзіне қан бармай жатқан кезде
ондай физикалық күштеме ол пациенттің науқастың жағдайын ауырлауына алып келуі мүмкін. Сол себепті осы жаңағы айтылған жағдайларды жасау керек. Ол үй жағдайында. Егер сіздің әр үйде қазір енді бір аптечка бар. Аптечкада жаңағы аспирин деген дәрі болуы мүмкін. Аспирин дегеніміз ол қанды сұйылтатын дәрі. Ол даже скорыйда да алғашқы көмектердің қолданатын дәрілерінің бірден бірі болып табылады. Сол аспиринді 500 миллиграммды жаңағы ішсе, сол қанды сұйылтуға септігін тигізеді. Жаңағы айтып өткендей, инфаркт дегеніміз қан тамырдың ішіне тромбтың, бляшканың, майдың жиналып, фибриннің жиналып, жаңағы қан ағысының тежелуі, болмаса тоқтауы. Соны біз қалпына келтіру үшін сол аспиринді берсек болады. Одан бөлек енді жаңағы жедел жәрдем деңгейінде қолданылатын дәрілер бар. Гепарин деген сияқты. Оның барлығы әр үйде бола бермейді. Енді ондай дәрілерді үйде ұстау міндетті емес. Сол себепті ол кезде сол дәрілерді беріп, жедел жәрдемді шақырған дұрыс болады. Бізде енді сол салада жүргеннен кейін науқастар біріншіден ең алғашқы несі қорқыныш қой, үрей. Сол жаңағы өзінің жағдайын басылып қалатын шығар, қойып қалатын шығар деген үмітпен бір-екі күн үйінде жатып қалады. Ол кез уже бізге алғашқы көмек көрсету үшін, жаңағы қан тамырын қалпына келтіру үшін ол өте кеш болып табылады. Сол себепті бізге маңыздысы науқастардың дер кезінде жаңағы қаралуы. Ол дегеніміз жағдайы нашарлап жатса, жедел жәрдем шақырып, ол жедел жәрдем жүрегім ауырып тұрған дегеннен кейін, оның жасына қарай жаңағы жедел жәрдемнің де бригадалары бар. Фельдшерский бригада, линейный бригада, бит бригада дейді, реанимационный бригада. Жаңағы ненің шақырудың ауырлығына байланысты бригадалар жіберіп, мен өзім жедел жәрдемде 5 жыл жұмыс істегем, сол себепті ол вызовтардың барлығын, шақырулардың барлығын жақсы білеміз. Ондай жүрегі ауырып жатыр деген науқастарға енді бит бригада или реанимационный бригададан жіберуге тырысады ол кісілер. Олар келген кезде міндетті түрде ЭКГ түсіреді, науқастың жағдайына қарайды. Жаңағы сонымен қосар жаңағы клиниканың бірі салқын тер басу. Сондай жағдайлар болып жатқан кезде ЭКГ-дағы жағдайды көріп, ондай науқастарды жаңағы ЧКВ центр дейді, мамандандырылған көмек көрсететін жаңағы қабылдау бөлімдеріне, ең жақын қабылдау бөліміне жедел жәрдем жеткізеді. Ол жерде жаңағы науқасты прием покойда қабылдау бөлімден көріп, жағдайын қадағалап, егер шынында жедел коронарный синдром болып жатқанын көрген болып жатқан кезде, оны біздің операционныйға жедел түрде 10 минуттың ішінде жеткізу керек. 10 минут жаңағы қабылдау бөлімінің есігінен кіргеннен бастап 10 минутта. Сол жаңағы 10 минутта жеткізіп, тамырын қаншалықты тез ашсақ, соғұрлым жаңағы жүректің бұлшықеттерінің зақымдалуының алдын аламыз. Зақымдалуын болдырмаймыз. Тезірек ашсақ, соғұрлым ол жаңағы оттегі керекті элементтер бармай жатқан бұлшықет, ол жағдайда уже өзінің жұмысын жаңағы дұрыс атқармайды. Оны егер уақытылы ашпайтын болсақ, ол жаңағы бұлшықет уже некрозданып,
кейін созылмалы жүрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Сол себепті науқастарға тағы да айтарым, жедел жәрдемді уақытылы шақырған дұрыс болады. Егер мен айтқандай кеуде қуысы ауырып, жаңағы давящий боль дейді. Орыс тілінде айтқанда грудная жаба, кеуде қуысының қысылып тұруы. Ол қысылу жаңағы сол қолға берілу, тамақ астына берілу, жауырын астына берілу. Кей жағдайларда кейбір науқастар жаңағы жүрегінің айнуы болуы мүмкін. Сосын жаңағы бірден бір белгілері салқын тер басу, холодный липкий пот дейді. Осындай науқастар егер біздің сұхбатымызды егер көріп жатса, осындай жағдайларда жедел түрде, егер сондай көріністі басқа біреуден көріп жатса, жедел түрде жаңағы жедел жәрдем шақырса, ол өзіне де жақсы, және көмек көрсететін дәрігерлерге де жақсы. Өйткені науқастың өмірін алып қаламыз, біріншіден. Екіншіден, жаңағы науқастың өзінің жаңағы айтып өткенде жүректің жетіспеушілігі аз болады ол кісіде, ол науқаста. Жедел жәрдем келгенше уақыт жоғалтпай жаңағы аспириннің 500 миллиграмын ішсе болады деп отырсыз ғой? Болады, иә. Сол 500 миллиграм деген қанша таблетка? Бір таблетка. Бір таблетка, иә. Енді аспирин деген дәрі қазір енді біздің отадан кейін ол аспиринді 100 миллиграмнан күніне береміз. Егер аспирин емес, например, тромбаз, аспирин кардио, кардиомагнил деген сияқты дәрілер егер үйінде болатын болса, оның 100 миллиграмм болса, оны енді 5 таблеткасын ішсе болады. Болмаса, бір таблеткасын тым болмаса, сол бір таблеткасын ішсе де жаңағы қанның сұйылуына алып келеді. Басқалай көмек көрсете алмайсыз, өйткені ол науқастың жағдайын жаңағы толық көрмей, сіз ол науқаста не болып жатқан жаңағы маман болмағаннан кейін дұрыс оценка бере алмағандықтан, ол науқаста может инсульт па, может миына қан құюлар кетіп жатқан шығар. Сол себепті артық дәріні қолданудың менің ойымша үй жағдайында қажет жоқ. Бірақ бізде өкінішке орай көп үлкен кісілер барып қаралғанды жөн көрмей, олар жаңа рекламадан көріп алады да дәрілерді өздері алып ішіп жүреді. Ондай кісілерге не айтасыз? Енді ондай жағдайлар көп бізде. Науқастар әртүрлі интернеттен жаңағы сарымсақтан жасалған әртүрлі БАДы дейміз ғой. Сондай дәрілерді ішіп, Қытайдың дәрісін іштім дейді. Көмектескен жоқ. Енді айнан балам маған көмектес деп келеді. Жүрегің тамырын тексеріп қалсаң, жаңағы енді инфаркт алды жағдай болып тұрады. Болмаса сол дәрілерді ішіп жүріп, бізге жаңағы тарылып тұрған тамыры толық жабылып қалады. Сонымен обширный кең көлемдегі инфаркт миокардымен бізге келіп жатады. Ондай науқастар жаңағы көп жағдайда жаңағы өлім жетімнің себебі кеш қаралудан болып табылады негізі. Енді әр жағдайда, әр кезде әртүрлі, дегенмен бізде жиі кездесіп жатады сол кеш келіп жатқандар. Сол себепті асқынулар болады, сол себепті жаңағы дәрігерлер кінәлі болып жатады. Жаңағы дұрыс жаңағы көмек көрсетілмегеннен кейін науқастардың жүрегінің жетіспеушілігі дамиды. Сондай жағдайлар бізде жиі болып жатады. Өз беттерінше шара қолданбай, асқындырмай, жаңағы белгілерді байқаған кезде, сіз айттыңыз ғой, алғашқы белгілерді байқаған кезде бірден дәрігердің кеңесіне жүгіну керек дейсіз ғой? Міндетті түрде.
Ол дәрігер енді біздің құдайға шүкір қазіргі медицинамыздың именно кардиологияның деңгейі Қазақстанда әлемдік деңгейге шықты деп мен толық айта аламын. Өйткені біз қазір әр жыл сайын енді әртүрлі елдерге барып көріп біліп тәжірибе алмасып жүрміз ғой. Сол жерлерде біз жаңағы бізде не жетіспейді деген жаңағы сұрақтарға біз жаңағы сондай сұрақпен қараймыз, олардың деңгейін бағалап. Менің бір көңілімді толтыратыны қазір Қазақстанның жаңағы кардиология саласы өте жоғары деңгейде. Сол себепті жаңағы өзімен өзі жаңағы дәрілерін қабылдамай, дер кезінде біздің кардиолог мамандарға қаралып, дер кезінде жаңағы дұрыс емін қабылдайтын болса, өте жаңағы жақсы жетістіктерге жетеді деген үміттемін. Өз басымнан мынандай жағдай өтті. Әлеуметтік желіден қателеспесем әкем маған бір видео жіберді. Жүрек қысылып қалған кезде, ауа жетпей қалған кезде мына нәрсені істеген дұрыс деп. Жаңа мұрынмен терең демалады екен да, сосын іштегі ауаны деп күшпен шығарады екен сыртқа. Сосын оны көріп алғам, есімде. Қандай әйтеуір жүгіріп келе жаттым да бір қоңырау шалды ма, тоқтап қалдым, телефоныма қараған кезде жүрегім қысылып қалғандай сезімде болды. Өзіңіздің? Иә, өзімнің. Одан кейін жаңа әкемнің жіберген видеосы есіме түсті да, тура соны деп қайталап едім, жіберді да, таң қалып қалдым. Мысалы, сондай шаралар, сондай бір кеңестер айта аласыз ба? Мысалы, бұл менің жасағаным не, ол дұрыс нәрсе істедім ба? Өте дұрыс. Мен де оған келсем, өткен кезде деп неған кезде ол жүректің тоже компрессиясына алып келеді. Ол бір. Сосын бізде инфарктпен түскен науқастарда оң жақ коронарный артерия именно жабылған кезде ол жаңағы жүректің ырғағының жүргізетін жолдардың тамырлары жабылады. Сол тамырлар жабылған кезде жүректің әртүрлі блокада дейді ғой. Блокада синус узла, блокада авузла деген сияқты жүректің өткізгіштігінің бұзылысы болады. Егер именно сол жөтелген кезде, сол мен де өзім бізде білеміз, байқаймыз, жаңағы ритмнің төмендеуі байқалады инфаркт болып жатқан науқастарда. Именно сол жөтелген кезде, жөтелсе ритм шамалы көтеріледі. Оның механизмін енді айтып жату ұзақ әңгіме. Бірақ дұрыс. Ол бірақ дұрыс. Жаңағы демді жаңағы жөтеліп деп жөтелсеңіз, ритм көтеріледі. Ритм көтерілген қан айналымы шамалы дұрысталады деген ойда. Жаңағы біз тамырды жауып қоямыз баллонмен, тамырды кеңейту үшін. Сол кезде сол брадикардия болып жатады. Сол кезде пациентке жөтел деп айқайлап жататын кездер болады. Өйткені біздің пациенттер жаңа ота барысында, операция барысында есін біліп жатады ғой. Только жергілікті жансыздандыру болады. Сол себепті оларға да жөтел деп жаңағы ритмін қалпына келтіріп алып, егер оған көнбей жатса, уже атропин деген дәріні салып, жаңағы ритмін жоғары көтеруге тырысамыз. Енді жаңағы демді ұстап тұру дегенді, ол да бізде кардиологияда қолданылады. Жаңағы жүректің ырғағының бұзылысы әртүрлі ғой. Сол кезде наджилушка, жүрек жүйесілік тахикардия деген бар. Оның енді түрлеріне, классификациясына тоқталмай қояқ. Сол жүрек үсті тахикардия болып жатқан кезде, ол основном жастарда жиі кездеседі. Сондай жүрек ырғағы бұзылысы болып жатқан кезде, ол жаңағы терең демалып, демді ұстап тұрса, сол қалпына келтіруіне, ритмнің өз қалпына түсуіне септігін тигізеді. Именно сондай вызовтарға барған кезде, жаңағы неде, скорыйда, жедел жәрдемде жүрген кезде, соны қайталаймыз. Сосын жаңағы терең демалып, аяғын көтеретін жағдайлар болады.
бірақ оны мен жаңағы инфаркт болып жатқан адамдарға ұсынып отқан жоқпын. Жүрегінің ырғағының бұзылысы жас жаңағы адамдарға жаңағы жасауға болады, бірақ дегенмен жедел жәрдемге қаралған дұрыс болады. Өйткені ол жаңағы науқастың қандай жағдайда екенін жаңағы толық маман білу керек. маман білу керек. Маман Жүрек көз жеткізу керек. Жүрек үсті тахикардиясы Жүрекше үстілі. жүрекше үсті тахикардиясы жастарда көбірек болады деп жатсыз, иә? Сонда оның қандай белгілері бар? Жүректің жаңағы аузына сыймай тақылдап дүрсілдеп кететін кездер болады. Сол кезде жаңағы терең демалып, ол вагусный жаңағы проба дейді. Жаңағы көздің үстін басады кейбіреулер. Сосын су ішсе де жаңағы су берген дұрыс болады. Жаңағы терең демалып тоқтаса, ол да көмектеседі. Жүректің тарсылдауы көбіне жаңа газировка ішетін жастарда көп болатын шығар деп ойлаймын. Ол газировка дегеніміз энергетик дегеніміз ол алдын ала бөлек тақырып менің ойымша. Ол бойынша жаңағы бүкіл сұхбатты соған арнауға болады негізі. Өйткені бізде жастардың ішінде көп сол энергетикті күніне 10 шақты бөтелкеден ішіп, жүректің шардай болып кеңейіп, жүрек жетіспеушілігімен түсіп жатқандар жеткілікті. Сол себепті энергетик сусындарын енді ішпе деп айтпаймыз, бірақ күнделікті көп ішкен ол өте зиян. Жүректің енді айына бір рет ішсе, менің ойымша аса қатты ондай өзгерістерге алып келмейді. Бірақ күнделікті бір бөтелкеден ішкеннің өзі үлкен өзгерістерге алып келуі мүмкін. Соны мен өзімде көп байқап жүрмін. Сол себепті ол жаңағы энергетикті қалай тоқтату керек, оның мөлшерін азайту үшін осындай сұхбаттар, осындай жаңағы бағдарламалар менің ойымша көп болса екен деп ойлаймын. Өйткені біз халқымыздың санасына, жаңағы ақылына, миына соны әрқашан құйып отырмасақ, менің ойымша ол информацияны алмағаннан кейін ол есінен шығып кетеді. Сонымен жаңағы өзінің күнделікті үрдісіне айналып кеткен энергетикті ішіп, бізге әртүрлі асқынулармен түсіп жатады. Ол енді кейбір жас жаңағы пациенттерде ол қалпына келуі мүмкін, кейбіреулерінде ол сол қалпы қалып, жүрек жетіспеушілігі сол мәңгілік сонымен қалып, арғы жағы уже оны жүректі алмастыруға дейін жетуі мүмкін. Сол себепті ол энергетиктерді мүлде бас тарту керек. Мүлдем бас тартса, әрине ол керемет. Себебі бір ақпарат көзінен оқып қалдым, сол энергетиктердің құрамында қайта-қайта ішкізуге адам тартып тұратын бір қоспалар бар екен. Сол үшін де оны мүмкіндігінше мүлде қолданбаған дұрыс. Мен өкінішке орай оразасын сонымен ашатын адамдарды да көрдім. Иә. Өте қорқынышты жағдай. Так, одан кейін бағана айтып өттіңіз, қан қысымын, нормаларын айтып өттіңіз қан қысымның. Сол норма, менің жұмыс қан қысымының нормасы 160 деп айтатын кісілер бар дедіңіз ғой. Сол кісілер ол норманы өзгерте алады ма? Яғни дұрыс нормаға әкеле алады ма? Әлде ол кісілердің рабочий нормасы сондай болды, енді ары қарай олар не істеу керек? Қан қысымының ауруы ары қарай асқынбау үшін. Енді сізге айтайын, қан қысымының нормасы 120/80 дедік, иә? Енді жоғарғы 130-139-ға дейін жаңағы қалыпты деп есептеледі. Егер одан жоғары болатын болса, егер олмен ұзақ жүретін болса, түрлі асқынуларға алып келуі мүмкін. Қазіргі біздің медицинамыздың да дамыған жаңағы өте жақсы әсер беретін дәрілердің жаңағы түрлері көп. Ол енді бүкіл әлем болып сол жаңағы
адамзаттың өмірін қалай сақтап қалу мақсатында не істеуге болады деген сұрақтармен түрлі дәрілер, түрлі жаңағы операциялар, түрлі инновациялар жаңағы табылып жатыр ғой. Сол сияқты дәрілердің түрлері өте көп. Ол жаңағы артериялық қан қысымының бірінші степенінде, бірінші сатысында берілетін дәрілер, екінші степен, жаңағы үшінші степенде жаңағы оның дозалары, оның барлығын подбор жасап, таңдап дозировкасын беріледі. Оның жаңағы қан қысымын өлшейтін суточный мониторинг дейді. Суточный мониторинг, артериальное давление дейді, СМАТ деген аппарат. Соның қазір өзі біздің қазір елімізде қолжетімді, сондай тексерулерден өтіп, нақты қан қысымының деңгейін анықтап, диагноз қойып, керекті дәрісін алып, болашақта болуы мүмкін асқынулардың алдын алуға болады. Яғни қан қысымын бір қалыпты ұстап тұруға көмектесетін дәрілердің көмегімен. Иә, әрине. Және қосымша тағы да әр емделушіге жеке кеңестер беретін боласыздар, иә? Әрине. Жағдайына Енді байланысты. әртүрлі жаңағы дәрілерге трехкомпонентный, четырехкомпонентный препараттар бар, антигипертензивный препараттар. Оларға көнбей жатқан кезде, енді ол бірінші кезекте ол давлениенің злокачественная гипертензия дейді ғой. Соның жаңағы себептерін анықтап көру керек. Егер оған көнбесе, жаңағы бүйрек тамырының ішіне кіріп, денервация почечных артерий деген бар. Соны жасап, оны да бір артериальный гипертензияның емі ретінде қарауға болады. Интервенциялық хирургия инфаркттың алдын алу үшін көмектесе алады ма? Көмектесе алса, қалай көмектесе алады? Бағана өзіңіз айтып өткендей, жедел жәрдемді тезірек шақырып, ауруды асқындырмай, солай ота жасау арқылы көмектесе алады ма, әлде басқа? Қазіргі жағдайда бізде, енді мен сіздің сұрағыңызды түсіндім. Интервенциялық хирургия дегеніміз бізде жаңағы коронарография деп айттық қой. Коронарография дегеніміз жүректің қан тамырларын тексеру әдісі. Біз оны тек қана тамырларды ашу үшін ғана жасамаймыз, оны біз диагностика ретінде де жасаймыз. Жасы жаңағы 50-ден асқан, егер жүрек түсі қысып, давлениесі көтеріліп, жаңағы тыныс алуы тарылып жүрген науқастар болса, ондай науқастар бірінші кезекте емханасындағы кардиологқа қаралу керек. Ол жерде ЭКГ түсіріледі, жаңағы жүректің УЗИ түсіріледі. Сонымен қоса, егер ЭКГ-да өзгерістер болмаса, күштемелік жаңағы тест дейді, тредмил тест, велоэргометрия деген жаңағы әдістер бар. Күштеме берген кездегі жаңағы жүректегі өзгерістерді көре алады. Қалыпты жағдайда отырған кезде, жатқан кезде көрінбейтін өзгерістерді сол күштеме беру арқылы жаңағы көре алады. Соларды өткізіп, егер солар положительный болып, егер пациентте клиникалық көрінісі жүректің ишемиялық ауруына сәйкес келіп тұрса, ондай науқастарды бізде қазір күндізгі стационар деген бар бізде. Күндізгі стационарда жаңағы коронарография жасап, қан тамырларды тексеруге болады. Біз науқас бірінші келеді, ондай науқастарды уже емханадан бізге консультацияға жібереді. Біз науқасты тағы да көреміз. Тағы да көз жеткізгеннен кейін науқаста жаңағы показания бар екен, көрсеткіш бар екеніне. Ондай науқастарға біз қорытынды жазып береміз, заключение. Заключениеде жаңағы осындай науқасқа коронарография жасауға көрсеткіш бар, сол себепті жаңағы күндізгі стационарға жатқызуға болады деп. Соны алғаннан кейін ол науқас уже порталға қойдырып, 1-2 күннің ішінде анализдерін жинап, бізге келіп жатады күндізгі стационарға, дневной стационарға. Сол жерде біз қан тамырын тексеру мақсатында коронарография жасауға жатқызып, қан тамырын тексеріп бере аламыз. Ол дегеніміз жаңағы тамыр арқылы кіріп, қан тамырын көргеннен кейін біз уже ол науқасқа қандай ем қолдану керек.
егер жаңағы тарылып тұрса, қатты тарылып тұрса, оны жедел түрде ашу керек деп айтамыз. Егер қатты жаңағы 80%-дан төмен болатын болса, онда жоспарлы түрде келіңіз деп айтамыз тамырын ашуға. Егер таза болатын болса тамыры, сіздің тамырыңыз таза, сіз деп жаңағы керекті дәрілерін, рекомендациясын беріп шығарып саламыз. Сол себепті интервенциялық хирургия, интервенционная кардиология ол тек қана жаңағы инфарктты емдеу мақсатында емес, диагностикалық мақсатта да қолданылады. Сіз түсіндіңіз ғой, диагностика дегеніміз ол жаңағы инфаркттың жаңағы алдын алу мақсатында. Біз алдын ала тамырды тексеру арқылы тарылып жабылайын деп тұрған тамырды алдын ала анықтап, уже ем-шара қолданамыз. Алдын алу мақсатында қолданылады. Керемет. Инфаркт миокардын алдын алу мақсатында қандай технологиялар және қандай жаңалықтар қазір шығып жатыр? Инфаркт миокардын алдын алу мақсатында жаңадан технологиялар, енді ол біріншіден науқастың уақытылы қаралу. Менің енді халқымызға айтарым, жаңағы тыңдап отқан адамдарға айтарым, 30 жастан кейін өзінің денсаулығына көңіл беру. Енді әлемдік деңгейде жаңағы біз көріп жүрміз, қандай технологиялар бар. Қазір әлемдік деңгейде қан тамырды тексеру әдісі золотой стандарт дейді ғой. Осы жүректің қан тамырын тексеру әдісі ол коронарография болып табылады әлемдік деңгейде. Енді оның әртүрлі жаңағы дамып жатқанын біз білеміз. Жаңағы қатып қалған, жабылып қалған тамырларды ашу барысында түрлі жаңағы технологиялар, түрлі аппараттар табылып жатыр. Олардың барлығы почти бізде бар, елімізде. Енді қазіргі жаңағы компьютерный томография деген, компьютерная томография с контрастированием коронарных артерий дейді. Ол жаңағы тексеруіміз тоже жетіліп келе жатыр. Сонымен қатар жаңағы МРТ, магнитная резонансная томография дейді. Сол да қазір жиі қолданылып жатыр. Жүректің жаңағы бұлшық етінің жұмыстарын анықтау барысында. Сол жалпы біздің елімізде, біздің жерімізде басқа елдерден аса қатты қалып келе жатқан жоқпыз. Көп жағдайларда, көп қасымыздағы елдерден жоғары деңгейдеміз. Сол себепті енді болашақта бұл интервенциялық хирургия менің ойымша өте дами береді деген ойдамын. Өйткені әр қазіргі тенденция дейді ғой, ағымы медицинаның жаңағы адамның ағзасына аз жарақат жасай отыра емдеу. Сол жаңағы саланың бірі осы интервенция болып табылады. Мини-инвазивный доступы. Жүректің кеудені былай кесіп алып тастамай, даже қазір кардиохирургияның өзі, ашық жасайтын кардиохирургияның өзі мини доступтарды қолданып, әртүрлі жаңағы торакоскопический кеуде қуысын жаңағы камера арқылы көріп жасайтын операциялардың түрі қазір еніп жатыр елімізде. Болашақта енді мынау несі, фармацевтика саласы тоже дамып жатыр ғой. Соның жаңағы атеросклероздың болмауын алдын алатын дәрілер табылады деген ойдамыз. Егер ол дәрілер табылса, ол өте үлкен жаңалық болады әлем бойынша. Өкінішке орай ондай жаңағы
қан тамырдың ішіне атеросклерозды майды жиналдырмайтын дәрілер қазір жоқ, бірақ қан тамырдың ішіндегі майдың деңгейін азайтатын дәрілердің түрлері бар. Соларды егер холестерин жоғары болатын болса, холестериннің тоже түрлері бар, бөлінеді. Солардың деңгейі жоғарылайтын болса, жаңағы холестеринді төмендететін дәрілерді ішкен абзал болады. Біздің сұхбатымызды медицина саласындағы студенттеріміз және де көптеген дәрігерлеріміз көріп отыр. Сол кісілердің құлақтарына алтын сырға, осындай керемет жаңалық ашуларыңызға, адамның өміріне пайдалы болатын іспен айналысуларыңызға, сіздерге мүмкіндік, бағыт, бағдар. Әлемдік деңгейде, Иә. Енді көп рахмет, өте керемет сұхбат болды. Соңғы бір сұрағымды қояйын. Бүгінгі сұхбаттың қорытындысы ретінде осы жұмыс барысындағы есіңізде ерекше қалған жағдай немесе бір жетістігіңізбен бөліссеңіз. Осы сұрағыңыз өте маған аса қатты ұнамайды. Енді бұл біздің жеткен жетістігіміз менің ойымша аз емес. Жаңағы мен енді медицинаға келгелі бері бір 13-14 жылдан 15 жылдай болды. Алғашқы медициналық тәжірибемді жедел жәрдемнен бастадым. Сол жерде фельдшер болып істедім 4 жыл, одан кейін врач болып 1 жыл, одан кейін ұлттық ғылыми хирургиялық орталық деп айттық қой, Сызганов атындағы ұлттық хирургиялық орталықта резидентураны өттім. Сол енді оқу мен тәжірибені бірге алып жүріп, сол жаңағы дәрігер болуға 11 жыл атсалыстық, оқыдық. 11 жылда мен жаңағы интервенциялық хирург деген мамандықты алып шықтым. 11 жылда. Ол да бір жетістік деп ойлаймын. Сосын жаңағы медицинада магистр жаңағы медицинских наук дейді. Соны бітірдік. Сосын енді PhD докторантураны бітірдік. Жетістіктеріміз. Сосын осы тәжірибені алып, жаңағы 2016 жылы 7-ші қалалық ауруханада интервенциялық кардиология және аритмология деген бөлімшені ашып, сол жерде енді с нуля дейді ғой, ол жерде болмаған отделениені жаңағы қазір аяғынан тұрғыздық. Сол жерде енді қазір 8 жылдай жаңағы бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеп келе жатырмын. Енді тағы қандай жетістіктерім? Керемет. Тағы бір менің жетістіктерім деп ойлаймын. Ол өйткені енді қанша мыңдаған операциялар жасадық, қанша мың адамның жаңағы өмірін сақтап қалуға тырыстық. Қанша мың адамның жаңағы денсаулығына, жаңағы отбасының толық жаңағы бірге болуына септігін тигіздік. Енді менің ойымша, менің саламның мен өзіме өте қатты ұнайды. Медицинаны өте мен жақсы көрем. Қазір даже ойлап қоям, бұл медицинасыз мен қандай салада болар едім деген ойлар келеді. Өйткені жаңағы бір операциядан кейін қиналып келген адамға, жүрегі сыздап келген адамға көмек көрсетіп, жаңағы жағдайын жақсартқаннан кейін ол кісінің күлкісін көру, ол кісінің алғысын алу біз үшін өте үлкен жетістік, үлкен қуаныш. Бізге сол жаңағы үлкен мотивация береді, алға қарай талпынуға, жаңағы жұмыс істеуге, әртүрлі жаңағы инновацияларды енгізуге. Сол үшін жаңағы осы халқымызды жағдайын жақсарта келе, содан ләззат алып, қазіргі жұмысымызды атқарып келеміз. Сол себепті енді қазір медицинаның
дамып жатқан кезде бізде де жас мамандар көріп отыруы мүмкін дейсіз ғой. Енді медицина өте қызық, өте жаңағы, егер шыңына жетсең, шыңына жету енді мүмкін емес шығар, наверное, медицинаның. Өйткені күніге дамып жатыр, күніге оқып отыру керек, күніге ізденісте болу керек. Бірақ менің ойымша әркім медицинаға келгеннен кейін өте жаңағы жауапкершілікті талап етеді. Сонымен қоса сен тек қана қазақ тілін ғана емес, орыс тілін, ағылшын тілін білу керек. Жастарға айтып отқаным ғой енді. Дұрыс, иә. Өйткені ағылшын тілінсіз, менің бір профессор ағамыз айтқан, медицине без английского языка делать нечего деп. Сол себепті ағылшын тілін тоже білу керек. Осы күнге дейін біз әлі оқып келе жатырмыз, іздену барысындамыз. Сол себепті медицинаға жаңағы келген жаңағы жастарымыз болса, тек қана алға. Бұл мамандық өте бір шетінен қызық, бір шетінен жаңағы еңбекті, тәжірибені, білімді қажет етеді. Соның арқасында білімді болғаннан кейін өзіңде еңсең жоғары, енді жалақы да жаман емес. Бір семьяны асырайтындай жалақыны алуға болады, егер сіз өз салаңыздың жаңағы маманы болатын болсаңыз. Керемет, қандай керемет. Өз саласын жақсы көретін адамдарды, өзінің жұмысын жақсы көретін адамдарды жалпы өте қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Дәрігерлеріміз өз жұмыстарын жақсы көрсе, ол нұр үстіне нұр. Себебі сіздердің қолдарыңызда науқас ауырған кезде емдеп отбасыларына оралту. Бірінші Алланың, әрине. Көп рахмет сізге, ақыл кеңестеріңізге, жылдар бойы жинаған біліміңізбен бөліскеніңізге. Өте пайдалы сұхбат болды. Біздің халқымыз осы сұхбатты көру арқылы өздеріне алдын ала көмектесіп, дер уақытында дәрігерге қаралып, емделіп, халқымыздың денсаулық сапасы өте жақсарса, бір адам өзіне көмектесе алса, осы сұхбаттан алған ақпараттармен, ол біз үшін үлкен жетістік. Сізге де рахмет көп. Осындай жаңағы сұхбатты ұйымдастырып, уақытыңызды бөліп, осы жексенбі күні, сенбі күні жаңағы қыдырмай, осындай жас кезіңізде осындай көңіл бөліп жүргеніңізге. Негізгі менің келген себебім осы жерге осы қазақ тілінде болады деген жаңағы көрдім ғой, енді танысып шықтым. Негізгі себебім осы қазақ халқына, қазақ тілді ұлттарға, осы тілді түсінетіндерге, осы инфаркт жайында, осының қалай алдын алу, осының болдырмау себептері жайында шамалы болса да бір мағлұмат берсем деген оймен келіп отырмын. Сіздерге рахмет. Тек қана алға баса беріңіздер, үлкен деңгейден көріне беріңіздер. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Сәкен Нұрасұлы, уақытыңызды бөліп, жылдар бойы жинаған біліміңізбен бөлісіп, осы қазақ халқы сау болса екен деген ниетіңізбен осындай бізге сұхбат, кереметтей сұхбат бергеніңізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Дәрігерлердің барлығын құрметтеймін. Сіздердің жұмыстарыңыз сондай бір керемет еңбекті, білімді қажет ететін сондай сауапқа толы қызмет. Отбасыңызға береке тілеймін, жұмысыңызға табыс тілеймін. Көп рахмет. Бізден сізге естелік болсын. Рахмет. Көп рахмет.